Өте дәмді, тойымды салаттардың бірі оливье салатын бүгін менімен бірге жасаңыздар. Сіздермен бірге Алия, менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен сәбіз бен картопты суға пісіріп аламыз. Бізге бір сәбіз бен 3 картоп қажет болады. Дәміне қарай біз тұз қосамыз. Біздің картоп пен сәбіздің піскенін міне осылай шанышқымен тексеріп аламыз. Шанышқымыз жақсы өтуі керек. Міне картопым пісті. Осылай алып шығамыз судан, одан кейін суытып қоямыз. Жұмыртқамызды да дәл солай суға пісіріп аламыз. Жұмыртқа қайнағаннан кейін 5-10 минут пісіп шығады. Оливье салатына қажет тұзды қияр, одан кейін горох, колбаса, жұмыртқа, картоп, пияз. Барлығын видеодағыдай сияқты 4 бұрыштап, кубиктап турап аламыз. Міне біздің салатымызға бәрін турап болдық. Дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Одан кейін майонезді 3-4 столовый қасықты салып, жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Одан кейін барлығын араластырып болғаннан кейін холодильникке салып қоямыз. Міне біздің салатымыз дайын. Өте дәмді, тойымды, біз жақсы көретін салаттардың бірі бұл. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Соңына дейін болғаныңызға рахмет.